біздің жылыжайымызға қош келдіңіздер. Мен ата-ана Омарова Замира, Ақниет Бөбекжай балабақшасында тәрбиеленіп жатқан қызым Асылхан қызы Балауса екеуміз мен зерттеушімін жобасы аясында өзіміздің жылыжайымызда қияр өсіруді зерттейтін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ой, жарайсың, келе ғой. Бүгін балабақшада не үйреніп келдің? Дауыстап қатты айта ғой тақпағыңды. Көкемемен қашын, күнағымен сашын. Бек өсін есе, қияр болсын ашын. Бүгін сендер қияр туралы үйреніп келдіңдер ма? Бүгін мен саған онда біздің жылыжайдағы қиярды қалай егу керек екенін үйретейін, я? Келе ғой. Біз бірақ бұл жақта сен маған көмектесу үшін қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Сен барып үстіңе киіміңді ауыстырып келе ғой. Қияр. Ал мынау осы қиярдың дәнегі. Екеуміз қазір осы қиярды егеміз. Мен саған қияр егуді үйретемін. Так, набит ұстап ал әдемілеп. Ұстап тұр. Мынау стаканға салынған әдемі биогумус топырағы. Осыған біз әдемілеп қиярдың дәнегін егеміз. Сала ғой осының ішіне. Ой, жарайсың мені. Бұл топырақтың бетіне жауып қоямыз. Тағы бір өсіне егіп жіберейік па? Мінекей, нағанда бір дәнекті егеміз қазір екеуміз. Осы қиярды еккен кезде біз оны сосын суғарамыз. Әкенің ішіне сала ғой. Ой, мінекей Балаусаның қияры енді өте әдемі болып өсіп шығады. Қиярды еккеннен кейін біз бұларды жақсылап суғарамыз. Бұл қиярлар осы біздің жылыжайда өсіп шығады. Балауса, жылыжай бұл қиярдың үйі десек те болады. Қиярларды желден, жаңбырдан, суықтан қорғайды. Жылыжайдың ішінде өте жылы болғандықтан біздің қиярларымыз жылдам өсетін болады. Мінекей қиярларымызды біз мына жаққа жақсылап егіп қоямыз. Мінекей Балауса, енді бұл қиярларға біз суғарайық екеуміз, келе ғой. Олар су ішсе өте жақсы өсетін болады. Кел, көтерсін маған. Мінекей еккендерімізге әдемелеп суғарып қоямыз. Мінекей. Енді бұл 2-3 күнде өсіп шығады. Екеуміздің еккен қиярларымыз 2-3 күнде қандай болып өскенін көрейік. Мінекей, қарашы, бәрі 2 жапырақ болып қандай болып өсіпті? Қандай болып өсіпті? Үлкен болып өсіпті, я? Ой, жарайсың, Балауса. Ал, Балауса, мінекей, біздің еккен қиярларымыз жайқалып өсіп тұр, көрдің ба? Мінекей, тамаша ұстап көрсең болады. Бұлар қазір 3 құлақ болып өсіп тұр. Енді бұлар Құдай қаласа күннің ыстығынан тағы да өсетін болады. Қызым Балауса, біз екеуміз бақшадан осындай жылыжайымыздан қияр жинап алдық, көрдің бе? Бұл қиярды енді біз әртүрлі салаттар жасап жейді екенбіз. Бұл қияр 95-96% судан тұрады екен. Енді біз осы қиярды жуып алып, тұз сеуіп әртүрлі салат жасап жесек болады. Ол біздің денсаулығымызға өте пайдалы. Мен қияр так жүгірем.